Ертеде бір елде жұртқа қорған болған алып батыр өмір сүріпті. Оның аты Толағай. Ол кішкентайынан ерекше күшті жүректі, елін сүйетін бала болып өседі. Толағай ауылда қарапайым отбасында дүниеге келеді. Ол киіз үйде тұрып, атқа мініп садақ атып, қазақтың ұлттық ойындарын ойнап өседі. Әкесі аңшы, шешесі шебер тігінші. Толағайдың арманы елін қорғау. Бір жылы елге үлкен апат келеді. Аспан бұлттанып, жаңбыр жаумай қояды. Жер кеуіп, егін шықпай, мал шөлдеп, халық қиналады. Ақсақалдар жиналып кеңес құрады. Олар бұлтты тоқтатып тұрған үлкен тау бар. Егер сол тауды алып тастасақ, жаңбыр жауады, дейді. Толағай ақсақалдардың сөзін естіп, батырлыққа бел буады. Ол мен ел үшін тауды көтеремін, дейді. Атасынан бата алып, анасының тіккен шапанын киіп, атпен жолға шығады. Ол тауға жетіп бар күшін салып тауды көтереді. Аспан ашылып, бұлттар қозғалып, жаңбыр жауа бастайды. Жерге жаңбыр жауып, егін өсіп, мал су ішіп, халық қуанады. Толағай елге оралып, батыр атанады. Балалар оны үлгі тұтып, ерлікке үйренеді. Елін сүйген ердің ерлігі ұмытылмайды деген осы батырлыққа айтылса керек.